Сәлем қыздар, біз бүгін осы өткеннен бері айтып келе жатқан ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Біздің телефонмен өткен сабақтарымыз мандымады, өйткені біз әрқайсымыз әр қаладамыз. Бос уақыттарымызда сәйкес келмеді, жалпы уақыттарымыз сәйкес келмеді. Сондықтан мен осындай қысқа видеоларды жасап қоя беремін. Сендер сол 10-15 минут уақыттарыңды бөліп әр сабақты жасап жүрсеңдер, жақсы прогресс жасайсыңдар. Онда осы жұлдызды сабағымызды бастаймыз. Осы екі таблицада ағылшын тілінің әліппесі, алфавит, орысша алфавит дейді. Осы алфавит ағылшын тіліндегі әліппеде 26 әріп бар. Оның 6-ы міне күлгін әріппен жазылған дауысты дыбыстар. Басқасының бәрі дауыссыз дыбыстар. Бұл алфавитті сендер жақсы білесіңдер. Дегенмен мен бір оқып шығайын. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Осы алфавитті тағы бір қайталап, жақсылап біліп алыңдар. Әсіресе мына фонетикалық дыбысталуыменен. Фонетикалық дыбысталуы бізге спеллинг жасауға керек болады, және транскрипшн дер жазуға. Ал осы бетте мына organs of speech production сөйлеуге қатысты дене мүшелері, яғни мына lips, еріндер, teeth, тістер, tongue, тіл, және де ол our generating outwards stream, air stream, ол our өкпеден айдалады. Кеңірдектен өткенде phonation деген үн шығады деген сөз. Осы мына дене мүшелерінің қатысуыменен сол үн әртүрлі дыбыстарға айналады. Мен осы қазір айтып кетейін. Lips деген еріндер, teeth, тістер, тіл, tongue, nasal cavity, мұрын қуысы, hard palate, soft palate. Сол ағылшын тіліне тән ерекше дыбыстарды түсіндіргенде мен осы сонда сол жерге тілді сол жерге тигізесіңдер, мына жерге тигізесіңдер деп айтқан кезде түсініп отыратын болыңдар. Міне soft palate деген мына тамаққа жақын жақтағы таңдайдың жоғары жағы. Hard palate мына ауызға жақын жақтағы жоғарғы сол таңдайдың бөлігі. Есте сақтап алыңдар. Ал осы бетте мен transcription және spelling жайында айтып өткім келеді. Transcription деген сөздің айтылуы. Ағылшын тілінде сөздер жазылуы басқаша, айтылуы басқаша болуы мүмкін. Сондықтан transcriptionды білу қажет. Мысалы, жаңа сөздер кездестіргенде ол сөзді қалай оқу, қалай оқуды білу үшін мысалы сөздікті ашамыз. Сөздік, мысалы, Оксфорд сөздігін ашамыз. Сол жерде сөздің жанында осындай transcription жазылады. Тік жақшамен немесе қиғаш жақшамен осылай жазып қояды. Сол үшін осы transcriptionды білу қажет. Және spelling дегеніміз ол осы сөздің әрбір әрпінің мына алфавиттік атау бойынша атау. Egg, жұмыртқа деген сөз, ол жерде үш әріп бар. E, G, G немесе E, double G. Double дегеніміз екеу деген сөз. Екі әріп қатар келіп тұрса, соны double G деп айтамыз. Бұл сөздің transcription міне екі дыбыстан тұрады, жазғанда үш әріп. Spelling осылай E, double G. Келесі мысал cell. Cell деген жасуша. Transcription осылай. Ал spelling міне C, E, double L. Жерде де екі L қатар келіп тұр. Келесі сөзіміз gel. Gel деген gel. G, E,
double L деп spelling жасаймыз, ал transcription осылай. Ice, мұз, transcription осылай. Spelling I-C-E. Міне, I-C және E. Cake 4 әріптен тұрады. Айтқанда, міне, transcription 3 дыбыс. K-I-C-K. Міне, spelling. Look, transcription. Spelling L-O-O-K. Осылай, біліп жүріңдер. Өз бетте біз exercise жасаймыз. Exercise дегеніміз жаттығу. Spelling жасап, жаттығу жасап көреміз. Мен алдыңғы бетте double деген сөздерде екі түрлі жазғам. Соны айтыпты, ұмытып кеттім. Ол жерде бір жұлдызша тұрған тұстарда double деген ол transcription бойынша жазылды. Екі жұлдызша тұрған тұстарда оның толық жазылуы сол сөздің. Ал енді осы жерде spellingге жаңағы exercise жасаймыз. Алма деген сөз мысалға 4 әріптен тұрады. Spelling A, L, M және тағы да A. Келесі сөз Айзат. Айзат деген қыздың аты. Ол жерде де 4 әріп. Міне, I, Z, A, T, Айзат. Солай спеллинг жасаймыз. Келесі сөз Carrie. Carrie деген қыздың аты. Оған спеллинг ол жерде 5 әріп бар. Ішінде 2 әріптен кеп тұрған R деген әріп бар. Соны double деп айтып тұрмыз. Бұл жерде толық жазылуымен жаздым. K, E, R, double R. Бұл жерде міне R, double R. A. Жоқ, Y. Ең соңғы әріп міне Y. K-E-R-R-Y. Келесі сөз good. Ол жерде де 4 әріп бар. Бірінші әріп G. Және 2 қатарынан келген O. D. Spelling дегеніміз осылай. Мынау ағылшын тілінде сөйлейтін елдерде осындай стандартты фонетикалық алфавит бар. Мысалы, колл-центрлердегі істейтін адамдар осы алфавит бойынша айтады. Мысалы, сондай ағылшын тілінде сөйлейтін колл-центрге звондасаңдар, олар бір сөзді айтатын болса, белгісіз, мысалы, Hammersmith Station деген станцияны мен мысалға жаздым. Сол станцияны мен сізге спеллинг жасайым дейді. Спеллинг жасаған кезде телефонның ар жағындағы адам H for hotel, A for alpha, double M міне 2 M қатар кеп тұр. M for Mike, E for Echo, R for Romeo, S for Sierra, M for Mike, I for India, T for Tango, H for hotel деп спеллинг жасайды. Сондай жасаған кезде түсінетін болыңдар. Ал өздерің айтатын болсаңдар, өздеріңге белгілі бір сөзді айтуға болады. Бұл тура осы таблица бойынша айту шарт емес. Тек қана басқа біреу сендерге осылай айтса, түсінетін болыңдар. A for alpha. Alpha дегенде келетін A деген сөз. B for bravo. Bravo дегенде келетін B деген. C for Charlie, D for Delta. Мысалы, Delta деген сөз естеріңе түспесе, D for David. David дегенде келетін D деп айтуларыңа болады. E for Edward. Edward дегендегі E, немесе F for football. Foxtrot деген сөз естеріңе түспесе, солай болады. F for football деп өздерің айтуларыңа болады. Онда біздің осы алфавитке арналған бірінші сабағымыз бітті. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.